актерлік өнерге арнауға шешім қабылдады. Оның ұмтылысын мексикалық сериалдардың болашақ жұлдызына баға жетпес моральдық қолдау көрсеткен анасы болды. 1972 жылы қызды театр режиссері байқап, өзінің қойылымында рөл ұсынды. Сол жылы Мендес мексикалық Heraldo журналының жылдың ең әдемі келбеті сыйлығын жеңіп алды. Біз кінәсіз болғандықтан жыныстық қатынас туралы ештеңе жоқ спектакліне қатысу арқылы бүкіл Америка Мендес туралы айта бастады. Ол бірнеше беделді марапаттарға ие болды және Голливуд мұражайында өзінің балауыз фигурасын алды. 1978 жылы Лусия итальяндық тұрмысқа шығады сериясында дебют жасады. Ол танымал мексикалық хикаяларға қатысуды жалғастырды. Сонымен қатар жарнамалық роликтерге түсті. 1980 жылы Мендес Каларина телехикаясының түсіріліміне қатысты. Онда ол мексикалық көрермен үшін жезөкшенің жарқын және ерекше бейнесін өмірге әкелді. Бұл жобаға арналған әндерді актрисаның өзі испан композиторы Камила Сестомен бірге жазған. Мендестің ең үлкен даңқы оның меценаты Эрнесто Алонсо шығарған «Сенен басқа ешкім жоқ, никто кроме тебя» теленовелласындағы роль болды. Сериалда Андрес Гарсия ойнады. Ол Мендеспен жұптасып, картина шыққаннан кейін әлемдік танымалдылыққа ие болды. Және 70-80 жылдардағы Латын Америкасы киносының басты секс символдарының біріне айналды. Көрермендер актерлік дуэтті ажырамас тұтастық ретінде қабылдады. Сериал тек Латын Америкасында ғана емес, ақш, Германия және ТМД елдерінде де көрсетілді. Мендес Латын Америкасы сыншылар қауымдастығының үздік актриса сыйлығын жеңіп алды. Және оның сериалдың басты тақырыбы болған Corazón de Pedro композициясы үздік латын поп орындаушысы номинациясының американдық Грэмми сыйлығын алды. 1994 жылы актриса Телемундо компаниясының сериясына қатысуға келісімшартқа отырды. Оның түсірілімі ақш аумағында өтті. Алайда мексикалық телевизия компаниясымен бұрын қол қойылған келісімшарт бойынша актриса тек олардың жобаларында ойнауға құқылы болды. Актрисадан сериалды дереу тастап отанына оралу талап етілді. Актрисаның серіктесі Эдуардо Янес болған Мэриленна жобасының ақштағы жетістігі соншалықты әсерлі болды. Мексикалық жұлдыз арна иесінің қауіптерін елемей түсірілімін жалғастырды. Осылайша оның есімі бірнеше жыл бойы телевизия студиясының қара тізіміне енді. Ол кезде Латын Америкасындағы барлық дерлік бұқаралық ақпарат құралдарына тиесілі болды. Лусия 1996 жылы отанына оралып, ТВ Астеса арнасымен 5 жылға жаңа келісімшартқа отырды. 98 жылы ол Софияның үш өмірі телехикаясында теледидар экрандарында қайта пайда болды. 2008 жылы актриса әлемге әйгілі үмітсіз үй шаруасындағы әйелдер сериясының латын нұсқасының түсіріліміне қатысты. Ол осы күнге дейін сериалдарда ойнады. 2016 жылы ол 30-дан астам жобаларға қатысты.